Сәлеметсіздер ме? Бүгін екінші күннің сабағы. Бүгін біз мына айналаны бисерменен толтыратын боламыз. Кеттік ал. Ол үшін инені мына бұрыштан шығаратын боламыз. Яғни екі моншақтың ортасынан шығарамыз. Закрепка берейін. Тура ортасынан шығаратын боламыз. Мінекей. Бес күміс түсті бисер аламыз. Бес күміс түсті бисер, бір рубка аламыз, және бір кішкентай майда хрусталіміз аламыз. Күміс түсті хрусталімізді аламыз. Өлшейміз. Яғни мына моншақ тұрған жерде міне осының жанынан аламыз. Мінекей. Қалай көрініп тұр ма? Міне осы жерден аламыз. Сонда бізде кішкене болса да томпайып тұрады. Келесі иненің кіргізетін шығаратын жеріміз мынау үлкен моншақтарменен мынау күміс түсті бисерлердің қиылысқан жері бұрыш болып көрініп тұр. Бұрыш болып. Осы бұрышты мына жерден шығарамыз инені. Міне. Мінекей. Яғни былай қарасаңыз, үшінші бисердің жанынан шығарып тұрмыз. Яғни бірінші алғанымыз пайеткасыз аламыз. Яғни мына жерде пайеткамыз жоқ, міне пайетка жоқ. Екінші алған қатарымызда бір сары түсті, бір күміс түсті пайеткамызды қосамыз. Яғни 5 күміс түсті бисер, бір рубка алтын түсті, күміс түсті хрусталь, сосын алтын түсті пайетка и күміс түсті пайеткамызды алатын боламыз. Мінекей. Мына жерде күміс түсті бисер кетіп қалыпты. Мінекей. 5 күміс түсті, бір рубка, бір күміс түсті хрусталімізді, одан кейін алтын түсті пайетка менен күміс түсті пайетка аламыз. Және жанына тігетін боламыз. Яғни мынау бір хрусталь моншағымыздан, мына хрусталь моншағымыздан 2 мм төмен аламыз. Мына жақтан да 2 мм төмен, мына жақтан да 2 мм төмен аламыз. Мінекей. Тағы да мына жерде қиылысқан жерінен аламыз бұрыштан. Осыны аяғына дейін айналдырып тігіп шығатын боламыз. Келесі тағы біреуін көрсетейін. Мына жерден 2 мм, мына жақтан 2 мм төмен аламыз. Дәл осылай шығатын болады. Аяқ жағына келген кезде тура бел ортасынан аяқтап қоймаңыздар. Мына жерде тағы да бір рет тігіп жібереміз, сонда мына жер полный былай жабылатын болады. Мынандай қалған кезде мына ортасынан, тура ортасынан аласыздар. 2 мм шетінен ішке қарай 2 мм ішке.
осылай жабылу керек. Көріп отырғаныңыздай бәрін тігіп бітірдік. Енді мына жерін тігеміз. Бұл жерін тігу үшін инені мына жерден кіргізетін боламыз. Тура мына ұшы біткен жерден оң жағын тігетін болсақ, оң жақ бұрышынан аламыз. Оң жағынан. Бұл жерде 4 күміс түсті бисерімізді бірінші алып аламыз. Одан кейін рубкамызды аламыз, алтын рубкамызды. Одан кейін тағы бір күміс түсті бисер. Одан кейін 4-тік жемчугті аламыз. 4-тік жемчуг. Және сары түсті және алтын кешіріңіздер, алтын түсті және күміс түсті пайеткамызды аламыз. Бірінші 4 түсті күміс түсті бисер, одан кейін алтын түсті рубкамызды, одан кейін күміс түсті, одан кейін жемчугымызды, күміс түсті пайеткаларымызды аламыз. Тіккен кезде тағы да өлшейміз. Шетіне қарай өлшейсіздер. Өлшеген кезде міне моншақ тұр. Моншақ осылай біткен кезде тура ортасынан аласыздар. Моншақ тұрған жердің ортасынан аласыздар. Яғни мына жерден. Шетінен 2 мм, примерно 2 мм ішке қарай аласыздар. Сонда бізде моншамыз сәл көтеріліп тұрады. Енді келесісін алған кезде мына жерде бұрыш пайда болды. Былайынан біздің бисеріміз кетсе, былайынан біздің тасымыз жатыр. Осы екеуін тура бұрышынан аламыз. Инені шығарамыз. Мінекей. Инені. Мінекей бұрышынан аламыз. Келесі дәл осылай жалғастырып кете береміз. Мінекей. Енді мына жерде пайеткам біткен жерінен 2 мм жоғары аламыз. Келесі пайеткамыз сию үшін. И мына шетінен 2 мм ішке қарай аламыз. Сонда екі пайеткалар бір-біріменен осылай жату керек. Бірінің үстіне бірі шықпау керек. Сонда мынау тасымыз, яғни ақ моншағымыз бір-біріменен сыйып жатады. Яғни бір-бірін итермейді, бір-біріменен бір қатарда жатады. Келесі тағы да бұрыштан аламыз инені. Бисер 2 мм үстіге қарай. Мына жерде шетінен 2 мм ішке қарай аламыз. Яғни пайеткаларымыз бір-бірінің үстіне мінгесіп жатпау керек мынандай болып. Қазір мына жерге келген кезде мен сіздерге тағы да түсіндіріп айтатын боламын, дәл ортасын тігетін кезде. Оған дейін мына жерді тігіп алайық. Ортасына енді қосылатын боламын. Ортасына жеттік. Ортасында да дәл осылай теріп аламыз. Дәл ортасына келген кезде ортасынан алып тігеміз. Тура ортасынан осы шетіндегіні ортасына тігеміз. Ортасынан аламыз. Жоғарыдан 2 мм төмен. Мынандай болып ашық қалса, одан еш нәрсе етпейді. Осы жерден жібімізді сабақтап, келесі жағы симметриялы болу үшін дәл осылай симметриялы набастан бастаймыз. Осы жерден жібімізді түйіндейміз. Былай қарай тікпеңіздер, симметриялы болмай қалады. Мына жақтан бастап тігетін боламыз. Бірінші закрепка беріп аламыз. Енді қараңыздар, симметрия алған кезде бана мына бұрышынан алдық қой, енді мына бұрышынан аламыз инені. Тура жаңағы жерге симметриялы бұрыштан аламыз. Мінекей. Көрініп тұр ма? Мінекей инені. Осы жерден шетіне қарай тігетін боламыз.
Дәл осы жерден симметриялы етіп өлшейміз. Мына жерден аламыз. Дәл осылай жоғары қарай тігетін боламыз. Бұрыштан инемізді шығарамыз. Қиылысқан жердегі бұрыштың дәл ортасынан. Қазір мына жерге жеткен кезде тағы да түсіндіретін болам. Дәл осылай мына шетін қалай тіктік, осылай тігіп шығамыз. Яғни мына жерде пайеткалар бір-бірінің үстіне мінгесіп жатпау керек. Шетіне бәрі қатар орналасады былайынан. Мына жерде пайеткалар бірінің үстінде біріне шығып тұрған жоқ қой. Осындай бір ретімен тігесіздер. Мына аяғына да жетіп қалдық. Мына ең соңғы моншақты мына жерге тігеміз. Дәл осы жерге. Енді келесі алатынымыз мына жерден параллельно болу үшін осы жерден мына жер ашық қалды, яғни бір орындық моншақ тігетін орын қалды. Осы жерден бұрыштан инемізді шығарамыз дағы. 4 күміс, 1 алтын аламыз, яғни 4 күміс, 1 алтын түсті рубкамызды аламыз. Яғни 4 түсті алдық. Көрініп тұрса сіздерге. 4 түсті күміс, 1 алтын рубка. Енді осыны, мына қараңыздар. Мына жерде ең соңғысы біз 5-ші, 6-шысы күміс көп алатынбыз. Яғни осы 6-шы күмістен ақ моншақтан, сосын 2 пайеткиден былай қарай шығарамыз. Сыртқа қарай. Қараңыздар. Мына жер сонда жабылады. Мінекей. Дәл осылай тігесіздер, симметрия қылып тігесіздер. Енді қазір мына жерге үлкен ақ моншақтарымызды тігетін боламыз. Үлкен моншағымызды тігетін боламыз. Дәл ортасына тігесіздер. Бірнесе закрепка беріп аламыз. Инемізді жақсылап шешіліп кетпейтіндей. Екі-үш рет тігіп аламыз. Енді 0,5-тік 2 моншағымызды аламыз дағы. Мына 2 шетке тігетін боламыз. Мына жерге біреу. Мына жерге біреу. Мына жерге ең кіші моншағымызды тігеміз. Мындай моншағымызды тігетін боламыз. Келесі жағында тігетін боламыз. Енді мына жерге кішкентай моншақ, чтобы ашық қалмау үшін
0,4 мм моншақ. Мына жерге тағы бір моншақ тігетін боламыз. Осы мына жерден фетрдің екі ортасынан алып шығамыз инені. Мінекей. Алшақтап алайық, потому что моншағымыз сыймай қалады. Осы жерден аламыз дағы моншағымызды тігетін боламыз. Дәл осылай. Мінекей. Моншағымыз артта қалып кетті. Енді оны екі тігілген бисерлеріміздің арасынан инені былайынан тігіп аламыз дағы. Моншақты үстіне шығарамыз. Үстінен былай астына қарай тігеміз. Моншақ сонда үстімізден шығады. Келесі мына жақтан шығарамыз. Екі пайетканың ортасынан. Көрініп тұр ма? Екі пайетканың ортасынан моншақтан кері қарай өтеміз. Мына жақта да екі пайетканың ортасынан өтеміз. Екі пайетканың ортасынан. Бәрі дайын болды. Енді осыны түйіндейміз артынан. Қараңыздар, екеуі де дайын болды. Енді мынаны артына келетін болсақ, егер қажекейдің өзіне, немесе балалар жилеткасының өзіне прям жақсылап қадап тігетін болсаңыздар, артын өңдеудің қажеті жоқ. Осы күйінше, әр пайетканың ортасынан инеменен білдіртпей қажекейлеріңізге тігесіздер. Дәл осылай тігесіздер. Егер бұны жаңағы мойынға моншақ қылып, мойынға өңіржек қылып, алқа қылып тағамыз десеңіздер, артын өңдеусеңіздер болады. Артына клейменен бірінші картонға жабыстырып аласыздар. Шетіне сәл жеткізбей. Одан кейін артын кез келген матамен өңдесеңіздер болады, велюр матамен өңдесеңіздер де болады, кожамен өңдесеңіздер де болады, екі кожамен өңдесеңіздер болады. Шет-шетін бәрін жеке-жеке тастармен тігіп шығасыздар. Мен былай моншақ тағып, мойынға моншақ қылып, өңіржек қылып тағуға болады. Ал қажекейдің өзіне дәл осылай тағасыздар. Осы күйінше артынан матаға, яғни қажекейдің өзіне көктеп тігесіздер. Жақсылап көктеп тігіп, осылай көктеп тіксеңіздер болады. Жақсылап үйреніп алыңыздар. Еңбектеріңізге Алла береке берсін.